Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы «Оның қалауын білемін». Бүгінгі сабақта арманыңды, тілегіңді жазып үйренесің. Оқушылар, бүгінгі сабақта бақыт, қуаныш, айсана туралы білетін ақпараттарыңды айтатын боласыңдар. Бірінші тапсырма: әр оқушының қалауы не екенін анықта. Стикермен белгіле. Оқушылар, бақыт, айсана, қуаныш туралы ақпараттарды мұқият оқиық. Кімнің қалауы не екенін анықтайық. Іске сәт. Тапсырманы қалай орындадық? Бірге тексерейік. Бақыттың қалауы: ғаламшарларда болғым келеді. Ғарышкерлердің ғарыш кемесін көргім келеді. Зымыранды көргім келеді. Ғарыш айлағына барғым келеді. Айсананың қалауы: ұшаққа мінгім келеді. Саяхаттағым келеді. Шет мемлекеттерді көргім келеді. Қуаныштың қалауы: жұлдыздарды көргім келеді. Телескоп алғым келеді. Аққан жұлдыздарды тамашалағым келеді. Оқушылар, сендердің де жауаптарың осындай болды деген ойдамын. Екінші тапсырма: кестедегі мәліметті қолданып, балалар туралы айтып бер. Ұсынылған үлгіні пайдалан. Оқушылар, алдымен үлгіге назар аударайық. Менің білуімше, бақыт болашақта ғарышкер болғысы келеді. Менің білуімше, қуаныш астроном болғысы келеді. Айсананың айтуынша, ол ұшқыш болғысы келеді. Оқушылар, ұсынылған үлгіні пайдаланып, бақыт, қуаныш, айсана туралы білетіндеріңді айтып беріңдер. Іске сәт. Оқушылар, бақыт, қуаныш, айсана туралы қандай мәліметтер білесіңдер? Өз мәліметтеріңді біз ұсынған мәлімет нұсқасымен салыстырып көріңдер. Менің білуімше, бақыт ғарышқа ұшқысы келеді. Менің білуімше, қуаныш жұлдыздар әлемін терең білгісі келеді. Менің білуімше, айсана алыс жақын елдерді аралағысы келеді. Оқушылар, сендердің де мәліметтерің сәтті шықты деген ойдамын. Үшінші тапсырма: өз арманың туралы жаз. Көршіңмен жазба жұмысыңды ауыстыр. Қатесін қарындашпен тексер. Алдымен үлгіге назар аударайық. Менің арманым: мен өскенде ұшқыш болғым келеді. Ұшқыш болсам, мен ата-анамды қыдыртамын. Мен математиканы, суретті, шет тілдерін терең оқығым келеді. Өз мамандығымды жақсы меңгеру үшін бұл пәндер өте қажет. Оқушылар, осы үлгіні негізге алып, өз арманың туралы жаз. Төртінші тапсырма: көршіңнің жазба жұмысын өзіне көрсет. Қателерін түсіндір. Өз жазба жұмысың туралы тыңда. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Арманыңды, тілегіңді жазып үйрендің. Енді бүгінгі сабаққа кері байланыс жасайық. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Үйге тапсырма: 44-ші беттегі 5-ші тапсырма. Алған біліміңді еске түсір. Қатемен жұмыс жаса. Жазба жұмысыңды өңде, толықтыр. Таза бетке көшіріп жаз. Оқушылар, сабақ аяқталды. Сау болыңдар.